Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Анаргүл. Баршаңызға сәлем. Бүгін каркадеден өте дәмді сусын дайындайтын боламыз. Бізге керегі алма, құмшекер және каркаде керек болады. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен біз алмамызды бөліктерге бөліп бір үлкендеу ыдысымызға саламыз. Егер сіздің үйіңізде басқа да жеміс-жидектер, алмұрт, өрік деген сияқты жемістер болса, оларды қоссаңыздар, компоттарыңыз одан сайын пайдалы, керемет болып шығады. Үстіне қантын салып, салқын суымызды құйып, отқа қоямыз. Отта 40-30 минут шамасында қайнатамыз. Қайнағаннан соң қантын көреміз. Егер аз болса, тағы да қант қоссаңыздар болады. Соңында каркадесін салып, бір 40 минут өткеннен соң каркадені салып, тағы да 5-10 минут қайнатамыз. 5-10 минуттан соң астын өшіретін боламыз. Егер компоттарыңыз қып-қызыл болғанын қаласаңыздар, каркадесін көп қосасыздар. Егер ақшыл болғанын қаласаңыздар, каркадесін аз қоссаңыздар болады. Суығаннан соң ситамен міндетті түрде осылай сүзіп құйсаңыздар, компоттарыңыз өте тұп-тұнық, сондай аппетитный болып күшті болады. Біздің компотымыз дайын, өте оп-оңай жасалады және иммунитетке өте пайдалы. Балдарыңыз, отбасыңыз сүйсініп ішіп қояды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сізбен болған Анаргүл. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алда менен әлі керемет рецепттер бар.